бір имплант, екі имплант. Мына жағында тамақ шайнайтын болады да. Қазір таңда тамақты сол жағымен шайнап жатсыз. Бүкіл күштің бәрі мына тіске түсіп жатыр. Неге өйткені жанында тіс жоқ. Мына тістің түбінде қарайып қойған. Мына көрдіңіз, қарайып тұрған. Бұл воспаление. Енді басталып келіп жатыр. Бұл любой уақытта ауырып қалуы мүмкін мына тіс ше. Сол үшін мына тісті болашақта жұлып қалу қаупі жоғары болып тұр. Ашып тағы да рентген жасап көру керек. 3D снимок жасаймыз, қарап шығамыз. Егер де воспаление үлкен болатын болса, бұл тіс жұлынады. Ал мына жаққа екі имплант жасап, ертең мына жаққа нагрузка бересіз. Сонда мына жақтың да проблема шешіле бастайды да. Бір тісі жоқ қой, сонда дәу ашылып кеткен. Қат ашылып кеткен ба? Екі тістің орны болып тұрған соң. Екі тіс қойды ана дәу болып кеткен. Формасы үлкен болып кеткен бе еді? Арасында неде шел болған ба, значит, арасы ашық болған ба? Тіс жоқ еді. Бір тіс жоқ еді. Негізі бұл жерге или алып аккуратно көру керек, болмаса осылай әдемілеп төрт жасау керек қайтадан. И және тістің тастарын тазалап тастау керек. Мына қап-қарап тұр ғой. Бұның бәрі бос жерлер. Мына тастарды тазаламайтын болса, ертең сүйектің бәрі қашады. Қызыл етіміз отырады, сонымен проблема күшейе береді ғой. Уақыт өткен сайын бұның бәрі нашарлай береді да. Қазір айналысатын мына жерімізбен айналысу керек бізге. Мына жермен айналысу керек. Имплант салу керек мына жаққа. Мына воспалениені